Қазіргі таңда әлемнің халық саны 7 миллиардтан астам. Оның 5-тен 1-ін Қытай алып жатыр. Бірақ бәрімізде бір ой бар шығар. Осы әлемнің 5-тен 1-ін алып жатқан қытайлар неге сонша көп деп? Олар қалай көбейген деген ойларда бар шығар. Олай болса, Қытайдың неге сонша көп екенін білгіңіз келсе, лайк басып қолдап отырыңыз. Ендеше кеттік. Сәлем достар. Бүгін құмырсқадан да көп Қытайдың неге сонша көп екенін айтып беремін. Ендеше алдымен Қытай туралы аздап мәліметке көз салайық. Қытай Азияда орналасқан ірі ел. Жер көлемі жағынан 4-ші орын алады. Экономикасы 2000 жылдардан бері жақсы даму үстінде. Қытайдың негізгі ұлты хан ұлты. Қытай біздің дәуірден де бұрын халық санағын жүргізген. Оларда баяғыдан бері жазу болды. Соның арқасында тарихы жақсы жазылып, жақсы сақталған болатын. Ал тақырыпқа көшейік. Болжам бойынша біздің заманға дейінгі 1000 жылдықтарда әлемде 50 миллион адам болған. Біздің заманға дейінгі 700-ші жылдары Қытай патшалығын билеген Чжоу Сюаньван кезінен бастап халық санағы жүргізіле бастаған. Сол кезде орта жазықта орта есеппен 30 миллион болған. Оларға Қытай мен үнділерді және де басқа да мемлекетте жатқызамыз. Біздің заманға дейінгі 400-ші жылдары жалпы әлем халық саны 162 миллионнан 190 миллионға дейін көбейеді. Ал біздің заманға дейінгі 200-ші жылдары Цин әулеті кезінде 32 жылға созылған соғыстың зардабымен жоғарғы салық халыққа қатты батқан еді. Халық саны көбеюі баяулап кетеді. Жау Ваң билік еткен кезде құлдыраған мемлекеттің экономикасын түзеп, бәрін қалпына келтіре бастайды. Сөйтіп, 129-ші жылы жоқ шамамен 10 миллионнан астам отбасы болған деген болжам бар. Бұның бәрі біздің заманға дейінгі мәліметтер еді. Біздің осы дәуірде Қытай патшалықтары әртүрлі тарихи оқиғаларға байланысты ішкі соғыстар, таққа таласу, жерге таласу сияқты ішкі жанжалдардың кесірінен ел ыдырап, біраз халық басқа хандықтардың билігіне кеткен болатын. Сонымен бірден 1162 жылғы Цзин әулетінің санағына көшейік. Ол жылғы санақта 11.139.850 отбасы болса, жалпы халықтың нақты саны шамамен 69 миллионнан асып түскен. Соның ішінде ер адамдар 33 миллион құраған. 1205 жылы Моңғол әскері Қытай жеріне басып кірді. Моңғол шапқыншылығына ұшыраған Қытай әулеттері әскери күштері мен экономикасына ғана қатты әсер берген. Ал халық санына кері әсер аз болды. 1280-1368 жылдары Моңғол әулеттері ресми түрде Қытайды Юан әулеті ретінде басқарған жылдар болып есептелінеді. 1290 жылдың санағы бойынша 13.196.000 отбасы бар деп есептелінеді. Нақты халық саны белгісіз. Ал манчжурлар басқарған Цин әулеті кезінде халық тыныш әрі бейбіт өмір сүріп десек болады. Ірі көлемдегі соғыстар аз болды. Цин әулеті 1644-1911 жылдары аралығында билік етті. Сол кездегі халық санағына көз салайық. Осылайша, 1862 жылы солтүстік батыс мұсылмандарынан жұқтырған аурулар Қытайға жұт болады. Халық осы жылдары қатты қырғынға ұшырайды. 1887 жылға дейін 60 миллион халық қырылып қалады. Мың 1912 жылы монархия билігі құлап, Қытай Республикасы билікті өз қолына алады. 1939 жылы халық саны 539.568.000 адам болып, сол кездегі әлемнің 5-тен 1-ін құраған. Содан Қытай-Жапон соғысы басталып кетеді де, ол жылдары Қытай халық саны белгісіз болады. Әрине ол заманды халықтың санын санайтын ешкім болмады.
Жапондарды жеңіп, өзара азаматтық соғыс біткеннен кейін 1949 жылы өз тәуелсіздігін жариялап, Қытай Халық Республикасы болады. Осыдан кейін жалпы мемлекеттік халық санағы жүргізіле бастады. Алғашқы ұлттық санақ бойынша 601 миллион 912 мың халық құраса, екінші ұлттық санақ кезінде 694 миллион 580 мың адам құрады. Үшінші ұлттық санақта 1 миллиардтан асқан еді. Төртінші ұлттық санақ бойынша 1 миллиард 133 миллион 680 мың адам құрады. Бесінші ұлттық санақ 20 ғасырдың аяғында жүргізілді. Ол кезде 1 миллиард 242 миллион 600 мың адамды құрады. Алтыншы ұлттық санақ бойынша 1 миллиард 339 миллион 724 мың 852 адам құрады. Қытай көп болуы ертеден бері бар ұлт. 5000 жыл тарихы бар. Екінші себебі орналасқан географиялық орны, климаты, адамның тіршілік етуіне ыңғайлы. Үшінші себебі олар тарихтан бері отырықшылық шаруамен айналысуы. Төртінші себеп Қытай мен үнділер, Рим, Парсы империясы, түркілер сияқты бөлініп шашылып кеткен жоқ. Қаншама ғасырлар бойы билігі өзінде болмаған жағдайда да бірігу арқылы соңында жеңіске жетіп, өз билігін қайтарып отырған. Бұл да Қытай халқының ерекшелігі шығар. Өзінің халық санымен, асханасымен, қызықты салт-дәстүрімен танымал Қытай туралы білмейтін нәрселеріміз өте көп.